Сәлем, менің атым Пакя, мен ағылшын, түрік, орыс, қазақ тілдерінен сабақ беремін және алты тілде сөйлеймін. Бірақ бұл басы емес. Тіл үйрену жолында мен де қателіктер жібердім. Бүгін мен сіздермен өзімнің жіберген қателіктеріммен бөліскім келеді. Мүмкін осы видеоны көру арқылы менің сіздерге ұсынатын тиімді тәсілдерімді қолдану арқылы бұл қателіктерден арыларсыз. Сөйлеуден қорқу ең бірінші және де ең үлкен қателігім. Қате айтып қоямын ба, мүмкін мені түсінбей қалар деген ойлар тоқтатады. Сондықтан көп уақыт оқып және тыңдап жүрдім. Бірақ тіл сөйлемей дамымайды. Perfect емес, практик керек деген ұстанымды қолданыңыз. Бір сөйлемді 100% дұрыс айтқаннан 10 сөйлемді 70% дұрыс айтуға жаттыққаныңыз абзал. Енді бұл қателікті қалай тоқтатуға болады? Өз ойыңызды қарапайым сөздермен айтып бастаңыз. Күрделі, қиын сөздерді іздеп әуре болмаңыз. Қарапайым фразалармен де нақты ойыңызды әр түрлі бағытта айта аласыз. Өзіңізбен сөйлесіңіз, дауыстап және айнаға қарап. Күніне 5-ақ минут болса да, өз күніңізді ағылшынша дауыстап айтып шығыңыз. Бұл жаттығулар сөйлей бастаудың ең тиімді жолдары. Сөздерді жеке дара жаттау. Басында мен бір күнде 30-40 сөзді жазып, соларды жаттауға тырысатынмын. Бірақ көп сөз есімде қалмайтын. Неге? Себебі мен оларды қайда және қалай қолдану керек екенін білмедім. Содан кейін дайын сөйлемдермен, яғни фразалармен жаттап бастадым. Мысалы, бәріміз білетін жүгіру сөзі run. Бұл сөзді тек қана жүгіру деген мағынада қолдансаңыз, өзіңізді шектейсіз. She ran in the park yesterday. Ол кеше саябақта жүгірді. Time is running out. Уақыт аз қалды. Бұл жерде ешқандай да жүгіру деген мағына жоқ. She runs a small business. Ол шағын бизнесті жүргізеді. Яғни run тек қана жүгіру деген мағына емес, басқару жағынан немесе уақыт жағынан да қолданыста бар сөз. Тағы бір мысал, get сөзі. Бұл сөзді тек алу деп жаттау өте шектеулі. Себебі get сөзімен 100 деген тіркестер бар және әр қайсысының мағынасы әр түрлі. Мысалы, get up, тұру, get better, жақсару, get things done, істі бітіру. Яғни бұл жерде алу барлық жерде бірдей қолданылмайды. Сондықтан да тілді жеке дара сөзбен емес, фразалармен жаттаған тиімді әрі есте сақтауға ыңғайлы. Тағы да үлкен қателігімнің бірі және де көбіңізде кездесетін қателік ол бірінші қазақша немесе орысша ойлану, содан кейін барып ойыңызды ағылшыншаға аудару. Бұл қателік сізге адамдармен сөйлесу барысында ойыңызды жинақтап, нақты айтуға және де тез жауап беруге кедергісін тигізеді. Ағылшын, түрік, араб тілдерінде сөйлемнің құрылымы мүлдем басқаша. Яғни қазақ және орыс тілдеріне ұқсамайды. Сондықтан да барынша қарапайым сөздермен болса да, ойыңызды бірінші ағылшынша ойлануға тырысыңыз. Мысалы, мен үйге баруым керек. Көбінің жіберетін қателігі I need to go to home. Бұл жерде home сөзінің алдындағы to предлогын қоюға болмайды. Себебі ағылшын тілінде home сөзінің өзі белгілі бағытты білдіреді. Қазақ тілінде үйге бағытын білдіру үшін үй сөзіне ге жалғауын жалғау арқылы ғана бағытты білдіреміз. Ал ағылшын тілінде home сөзінің өзі бағытты білдіре алады. Бұл қателіктің өзі тіл үйрену барысын ақырындатып, оны өте қиын қылып көрсетеді. Мына жақта бізде әлі ремонт болып жатыр. Яғни соңғы детальдар ремонттың бұлай ұзақ созылатынын мен бірінші рет көріп тұрмын. Оған дейін бұндай күрделі ремонттарға
тікелей қатысым болмаған. Біз оқушыларымыздың және ата-аналардың сұранысы бойынша осылай бәрінен ерте келіп, кабинетімізде, офисімізде сабақтарымызды өткізіп жатырмыз. Бірақ та осы этажда қазір жұмыс істеп отырған мен ғана. Ешкім жоқ, тып-тыныш, тек кейде ғана осындай ағайлар ремонт істеп тұрады. Негізі бұл бизнес-центр сондай өзімізге ұнады, себебі локациясы да күшті, оқушыларымыздың, ата-аналарымыздың сұрап жүрген локациясы Астананың тура төрінде, жанымызда Ақорда, Бәйтерек, өте адамдар жиі жүретін, барлығына доступная локация болды. Кеше келген кезде офиста ешкім болмады. Бизнес-центрде астында ресепшн болды. Кішкене кейбір компаниялар жұмыстарын істеді, в основном, бірақ бәрінде демалыс болды. Бүгін енді ремонт істейтін ағайлар келген сияқты. Кеттік, ары қарай съемкамызды жалғастырамыз. Соңғы қателік грамматикадан қашу. Барлығымызда грамматиканы ұнатпаймыз. Қиын әрі түсініксіз көрінеді. Бірақ та грамматиканы білмесеңіз, бір сөйлемді дұрыс құрай алмайсыз. Мен өзіме түрлі сызбалармен, әдемі визуалмен, пайдалы кітаптармен және де тиімді тәсілдермен грамматиканы оңай түсініп алдым. Грамматиканы түсінуден, үйренуден, жаттаудан қиналып жүрген оқырмандарыма менен кеңес. Үлкен ережелерді кішкентай блоктарға бөліңіз. Мысалы, present simple дегенде тек қана 3 нәрсе есіңізде болсын. Кім, не істейді және қашан. Және де әр ережеге қарапайым болса да сөйлемдермен өзіңіз мысал жазыңыз. Жаңа айтып өткенімдей, тек қана грамматиканы қиын, том кітаптар деп елестетпеңіз. Және грамматиканы тек қана кітапқа үңілумен емес, түрлі аудиолармен, әдемі визуалдармен бірге үйреніңіз. Мысалы, YouTube'дағы қысқаша видео сабақтар. Алдағы уақытта менің каналымнан да тиімді, түсінуге оңай әрі тегін видео сабақтарды көре аласыздар. Қателік бұл сәтсіздік емес. Бұл даму жолы. Егер сізде де қазір сөйлеу барысында, немесе тіл үйрену барысында қателіктеріңіз болса, бұл сіздің үйрену жолыңыз. Қазір мен мұғаліммін, бірақ мен де бұл жолдан өттім. Сіздің де қолыңыздан келеді. Бастысы тоқтамау және өзіңізге сену. Егер бұл видео ұнаса, лайк басып, пікірге өзіңіздің қателігіңіз туралы жаза кетіңіз. Алдағы уақытта сіздерді тіл үйренуге арналған тиімді әрі түсінуге жеңіл, тегін сабақтарда күтемін. Бай-бай!